Hello everyone, how are you today? Today we'll start Module 7, Outdoor Activities and Animals. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздер 7-ші модулімізді бастаймыз. Оның тақырыбы сыртқы белсенділіктер және жануарлар. 7-ші бөлімді 3 бөлікке бөлдім. Бұл жерде негізгі қарастыратын грамматикалық етістігіміз modal verb can, модалды етістік can. Бүгінгі осы бірінші бөлімімізде can етістігінің affirmative form тура формасымен танысамыз. Болымды сөйлемдермен outdoor activities, сыртқы белсенділіктер жаңа сөздеріміз, және де кейбір жануар жәндіктермен танысамыз. Сонымен сыртқы белсенділіктер outdoor activities бізде яғни сыртта жасалынатын әрекеттер секіру jump, жүгіру run, велосипед тебу ride a bike, атпен жүру ride a horse, өлең айту sing, jump, run, ride a bike, ride a horse, sing. Және де футбол ойнау play football, теннис ойнау play tennis, суда жүзу swim, коньки тебу skate, самокат тебу skateboard, play volleyball волейбол ойнау, ski шаңғы тебу. Бұлардың барлығы етістіктер болып табылады. Тағы да бір қайталап өтейік. Play football, play tennis, swim, skate, skateboard, play volleyball, ski. Және осы сабағымызда бір азғантай ғана осындай жәндіктердің түрімен танысамыз, қалғанын келесі сабақта өтетін боламыз. Бақа a frog, балық a fish, жылан a snake, құс a bird. A frog, a fish, a snake, a bird. Және де ұшу етістігі fly, және кеудесімен жорғалау, мысалы жыланға қатысты crawl деген етістікпен танысамыз. Crawl, fly. Жақсы, бүгінгі модальный етістік. Бізде қазақ тілінде модальный етістік деген ұғым жоқ. Ағылшынша modal verb can деп айтамыз. Яғни ол бір нәрсені жасай алатындығымыз туралы. Мысалы, мен өлең айта аламын, мен велосипед тебе аламын, мен жүгіре аламын, мен секіре аламын деген сияқты сөйлемдерді айту үшін біз осы модалды етістікті қолданамыз. Сөйлемде орналасу тәртібі бірінші сөйлемде бастауыш тұрады, одан кейін can модальный етістігі, содан кейін основной не нәрсені айтайын деп отырмыз, басты етістігімізді осы жерге қоямыз. Яғни мінекей осылай болады. Бірінші бұл жерде бұл етістіктің жасалу жолы өте оңай, ешқандай өзгеретін ештеңе жоқ. Міне бірінші жүктеу есімдіктері, мысалы мына жерде I, you, he, she, it, we, you, they. Одан кейін can етістігін қоямыз. Ешқандай да бөлінбейді, he, she, it, that бөлінбейді. Тек қана canді қоямыз. Одан кейін не айтайын тұрған, не нәрсе туралы айтамыз. Мысалы жүгіре алатын болсам runды қоямыз. Теннис ойнай алатын болсам canнан кейін play tennisті қойып сөйлем құрастыра береміз. Енді осындай мысалдар қарастырып көрейік. Мысалы, мен секіре аламын. I can jump деп айтамыз. Ол жүгіре алады. He can run. She can play tennis. Ол теннис ойнай алады. Олар футбол ойнай алатын болса, they can play football деп айтамыз. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Ешқандай қиыны жоқ, өте оңай, жақсы тақырып. Келесі кезекте практикалық тапсырмалар. Task 1, translate the sentences, яғни сөйлемдерді аударыңыз. Мен қазақша сөйлемдер бердім, соны ағылшын тіліне аударамыз. Бүгінгі модалды етістікті қолданып. Мысалы, мен велосипед тебе аламын. Мысалы, I can ride a bike деген сияқты сөйлемдер құрастырамыз. Мысалы, менің досым my friend деген сияқты. Келесі мына жерде сөйлемдерді оқимыз, барлығы жазылып тұр. Тек стрелкамен апару керекпіз. Мысалы, біріншісінде I can swim like a fish. Like деген сияқты деген. Мысалы, мен жүзе аламын, балық сияқты. Балық сияқты жүзе алатын болса, балыққа апарамыз. Мына жерде I can sing like a bird. Bird деген құс бізде. Құс сияқты өлең айта аламын. Осылайша бетіп стрелкамен апарамыз, ешқандай қиын жоқ. Үшінші тапсырма complete the sentences. Мына жерде сөйлемдерді аяқтау керек. Аяқтап, мына жерге қандай етістік сәйкес, соны өзіміз қоямыз. Мысалы, a frog can не істей алады? Бақа не істей алады? Бақа секіре алады. Мысалы, a frog can jump. Құс ән айта алады, балық жүзе алады. Мына жерде тигр не істей алады? Мысалы, жүгіре алады. Жылан кеудесімен жорғалай алады деген сияқты сөздерді қою керекпіз.
Төртінші тапсырма task 4 learn the poem. Мына жерде сіздерге бір шағын оңай осы пән жетістігіне арналған шағын тақпақ бердім. Бұл жерде осы жаттау арқылы көптеген жетістіктерді жаттап естеріңізде сақтап қаласыздар. Алдымен ішіндегі бізге таныс емес сөздермен танысып өтейік. Бірінші dance деген сөз бар, билеу, laugh, күлу, climb, өрмелеу, б оқылмайды, climb. Have fun, көңіл көтеру, every day, күнде. Dance, laugh, climb, have fun, every day. Неше бір оқып берейін сіздерге. We can dance, we can sing, we can laugh, we can swim. Біз билей аламыз, біз өлең айта аламыз, біз күле аламыз, біз суда жүзе аламыз дейді. We can ski, we can jump, we can skate, we can climb. Біздер шаңғы тебе аламыз, біздер секіре аламыз, біздер коньки тебе аламыз, біздер өрмелей аламыз дейді. We can run, we can play, we have fun every day. Біз жүгіре аламыз, біз ойнай аламыз, күнде біз көңіл көтереміз деген тақпақ. Ендеше барлығыңызға сәттілік. Осымен сабағымыз аяқталды. Видео сабақтың астында тапсырмаларға мән беріп жақсылап орындаңыздар. See you next lesson. Goodbye.